Сәлем, сәлем. Сіздермен бірге ілім-қаз білім беру орталығының физика пәні мұғалімдері Гүлназ апай және Альнур апай. Сәлем оқушылар, қалайсыздар? Барлықтарыңызда бәрі жақсы деген ойдамыз. Бізде как раз қазір қаңтар ұбт жүріп жатыр, иә? Қаңтар ұбт дегеніміз біз нұсқа талдауды бастап кеттік деген сөз. Біз бүгін ото нұсқаларын, яғни нағыз ото нұсқаларын талдайтын боламыз, мұқият тыңдаймыз, өйткені қаңтар ұбт форматы да тура осылай болады. Сұрақтар да осындай форматта келеді. Сол үшін де есепті мұқият қараймыз, жаттап алмаймыз, түсінеміз, окей? Кеттік онда, бастайық. Сәттілік бізге. Ендеше бастайық. Бізде бірінші сұрақ. Бізде график беріліпті. Суретте дене жылдамдығының уақытқа тәуелділік графигі берілген. Дененің 20 секундта жүрген жолын дейміз. Бірінші бізде қандай қозғалыс болып жатыр, соны анықтап алайық. Қарасақ, графикте берілген бойынша бізде бір қалыпты қозғалыс берілген екен. Бір қалыпты қозғалыста бізде жолдың формуласы қандай? S тең, бәріміз білетіндей, VT, иә? Бізде үнемі осы тақырыптан VT-дан сұрақтар келеді. VT-ны естен шығармаймыз деген үміттемін. Бізге қай аралық табу керек? 20 секундта жүрген жолын табу керек. Яғни осы аралық, иә? Енді осы формула салсақ, S тең 25 көбейтілген 20 тең болады бізде 500 метрге. Ол бізде А вариантына сәйкес келеді екен, А варианты дұрыс болады. Яғни біздің қанжығамызда уже бір балл бар деген сөз, иә? Кеттік онда, келесі есепке көшеге. Келесі есептен не берілген? Суретте салмақсыз рычаг тепе-теңдікте болу үшін белгісіз жүк массасы. Яғни бізге мынау белгісіз жүк, осының массасын тап дейді. Енді біз білеміз, бұл қандай тақырып? Бұл бірінші механика бөліміндегі статика тақырыбы. Статикада обязательно осындай сұрақ келеді, интерекке байланысты. Біз оны мына нәрсені білу керекпіз да. Мынау бізде центр, иә? Мынау центр, О нүктесі. Осы центрдің мына арғы беті мен бергі бетіндегі күш моменттері бір-біріне тең екен. Яғни не дейді? Тепе-теңдікте тұру үшін. Мына жағда тепе-теңдікте тұру үшін, мына жағда тепе-теңдікте тұру үшін бір-бірінің күштері, күш моменттері бір-біріне тең болу керек, иә? Мына 4 килограмм беріп қойыпты. И мына сызықтар не үшін берілген деп ойлайсыздар? Мына сызықтарды тең бөлікке бөліп қойған, мысалы L, мына L деп бөліп тастағанда, сонда қанша L бар? Мында 2 L бар. Мында тағы да 1 L бар. 2 L бар, сонда 4-ті көбейтеміз 10-ға. Енді mg ғой. Давайте мен сіздерге бірінші форма жазайын. mg көбейтілген L, m1g, L, и m2g көбейтілген тоже L. Енді қарайық, бізде мұна 4 көбейтілген 10 бізде беріп қойған g, m2 4-ті көбейтеміз 10-ға, көбейтеміз 2L бізде, иә? Тең болады m2 берілмеген 10 и L-міз қанша? 4L. Мұнда L мен L-ді қысқарт жесек болады екен. 10 мен 10-ды тоже қысқартамыз. 4L. 4 килограмм. 2. Сонда 4 пен 4 қысқарып кетеді. Сонда M просто 2 қалып қалған. M2-міз тең болады екен 2 килограммға. Мына қарайық. Қараңыздар, бізде формула әрдайым осы. M2G көбейтілген L, M1G көбейтілген L. L-дар не? Мұнда бірдей қашықтық беріп қойғанда L деп 2-ін қоямыз. Мұнда 4-те 4-ін қойып шығамыз 4L деп. И қысқарта береміз. Қысқартқан кезде бізде соңғы жауап 2 килограмм шықты. Яғни бізде плюс 2 балл бар деген сөзді білдіреді, иә? Енді кеттік, арға жалғастырайық. Келесі сұрақ. Келесі сұрағымыз бізде МКТ-ға байланысты теориялық сұрақ келіпті. Бізде көбірек айтамыз, осы МКТ-ның негізгі 3 теориясы бар, соны ұмытпаймыз дейміз. Ол қандай теория бізде? Еске түсірейік, МКТ-ның 3 теориясын. Бізде барлық денелер ұсақ молекулалар мен атомдардан тұрады, бірінші ереже. Екінші ереже, молекулалар мен атомдар үнемі үздіксіз және ретсіз қозғалыста болады. Ал үшінші ереже бізде олар өзара, яғни молекулалар мен атомдар өзара әрекет
әрекеттеседі. Енді осы сұрақтардың біреуі варианттарға сәйкес келу керек. Қараймыз, А вариантына қараймыз. Заттар атомдар мен молекулалардан тұрмайды дейді. Жоқ, бізде барлық заттар атомдар мен молекулалардан тұрады, иә. Екінші В варианты. Заттың бөлшектері үздіксіз және реттелген дейді. Үздіксіз қозғалыста болады, бірақ реттелген емес, ретсіз қозғалыста болады. Сонда бізде В варианты сәйкес келмейді екен. С вариантына қараймыз. Зат бөлшектері бір-бірімен өзара әрекеттеседі дейді. Дұрыс, бізде сонда С варианты болады екен. Д вариантында зат бөлшектері бір-бірімен өзара әрекеттеспейді дейді. Жоқ, ол дұрыс емес. Бізде сонда дұрыс болады екен. С варианты зат бөлшектері бір-бірімен өзара әрекеттеседі. Яғни МКТ-ның 3-ші ережесіне сәйкес келіп тұр екен. МКТ-ның қағидаларын ұмытпаймыз оқушылар. Бұл келеді, мен сіздерге айтарым. МКТ-ның қағидасын бронды қозғалыс дегеніміз не деген секілді өте қарапайым теория, бірақ ұмытып қалу тез теориялардың бірі болып табылады екен. Келесі не дейді? Изобаралы процесс кезінде бір атомды идеал газ 2 килоджоуль жұмыс жасаған болса дейді. Оның ішкі энергиясы қандай болады дейді. Енді қарайық. Изобара деген П константа, яғни қысым константа кез, Бірінші соны қарастырамыз. Енді қысым константа болса, біздің формуламыз қандай болады? Дельта U тең болады екен Q минус А болады екен, Енді бізде А берілген, А жұмыс. Жұмыстың формасы негізі қандай? Ол П дельта V, Яғни қысымды көлемнің өзгерісіне көбейтсек, бізде жұмыс шығады. Бірақ бізде атом бір атомда деп тұр. Енді арғай жалғастырақ, енді бізге ішкі энергияның өзгерісін тап дейді ғой. Дельта U табайық. Q қалай табылады? Ол бір атомда болса, Q берілмеген, бірақ оны біз P дельта V мен өрнектесек болады екен. Формасы қандай? Бір атомда болған кезде бұның алдына 5 бөлінген 2 түседі. 2 атомда болса 7 бөлінген 2 түседі. 9 бөлінген 2 деп кете береді, 3 атомда болса солай. Ал дельта U деген қалай? Ішкі энергия бір атомда болса 3 бөлінген 2, 2 атомда болса 5 бөлінген 2. Солай ішкі энергия мен жылу мөлшерінің бір атомды мен 2 атомды атом сандарына байланысында алдағы цифрларды әртүрлі болады. Сонысында екеуіне бірдей емес. Енді жылу мөлшер 5 бөлінген 2-ні көбейтеміз P дельта V. Термодинамика бірінші заңынан білеміз, формулалардың бәрін. Азайтамыз, жұмыс берілген бізде. Енді қойық, бізде жұмыс P дельта V-міз 2-ке тең, соны ұмытпаймыз. 2 көбейтілген оның 3 дәрежесіне тең, Енді 5 бөлінген 2 қысым жоқ, енді 2 көбейтілген оның 3 дәрежесі бар. Көбейтеміз, азайтамыз 2 көбейтілген оның 3 дәрежесіне. 2 мен 2 қысқарады, сонда дельта U-мыз 5 көбейтілген оның 3 дәрежесі қалады. 5 көбейтілген оның 3 дәрежесінен 2-ні азайтып тастасақ, тоже екеуінің ең бастысы математикадан бәріміз білеміз ғой. Дәреже бірдей болу керек бір-біріне азайту үшін. 5 көбейтілген оның 2 дәрежесінен 2 көбейтілген оның 3 дәрежесін азайта алмаймыз. Екеуінің дәрежесі бір болу керек. Дәрежесі бір, оның 3 дәрежесі. Сонда 5-тен 2-ні азайтсақ, 3 көбейтілген оның 3 дәрежесіндегі джоуль шығады екен. Бұл бізде 3 килоджоуль. Көрдік қой? Қараңыздар. Изобара процесі, бұл именно изобара досына. Изохора болса басқаша. Мысалы, В константа о жерде, көлем константа болады. Осыны ұмытпаймыз, бір атомды болса. Мысалы, 2 атомды болса, 7 бөлінген 2 болады. Идеал газ, енді бұл жұмыс жасап тұр, жұмысы берілген, сол үшін бізге есеп оңай шықты. Окей? Сондай нәрселерді қарап, мұқият боламыз. Енді келесі, бізде ілім қаза 4 пән 20 мың теңгеге жеңілдікпен қазір осындай жаңа ағымға байланысты тіркелу болып жатыр. Бұл бізге не дейді? Жаңа мүмкіншілік. Біз дисциплина, 4 пән ішіне өзіміздің бейіндік бар. Мысалы, бізде физмат, физика, математика, немесе физика, химия. Физика, математика, Қазақстан тарих, математикалық сауаттылық, осы 4 пән және де оқу сауаттылығы сыйлыққа жүреді бізде. Бар болғаны 20 мың теңгеге және сапалы дисциплина бар курс. Оған өзім физикадан жауап бере аламын. Физика жағынан бізде нұсқаулар болады әрине. Кәдімгі бізге апта сайын 50 балдық тестілеу жүйесі болады. Прям тақырып бойынша. Тестілеу жүйесі болады. Сондай нәрселермен өзімізді дамытқымыз келсе, ұбт-ға нағыз дайын болсақ, кеттік тіркелейік, не істеп отырмыз? Бізде уже 6 ай ғана қалды.
Окей, 5-6 ай ғана. 20 мың теңгеге 4 пән алу деген, және бізде кураторларымыз сіздермен жұмыс жасайтын болады, қадағалайтын болады. Бұл 20 мың теңгеге үлкен мүмкіншілік деп ойлаймын. Сонымен қатар бізде скидкалар да бар. Ол қандай скидка десеңіздер, егер де сіз ілім-қаза оқысаңыз, өзіңіздің сол ілім-қазға досыңызды, құрбыңызды курсқа шақырып, сол курсқа тіркелдіретін болсаңыз, сізге 3 мың мен 5 мың аралығындағы бонустар берілетін болады. Сіздер бір жағынан достарыңызды жақсылыққа, жақсы оқуға шақырасыздар, бір жағынан өздеріңіз де бонус аласыздар. Енді қараңыздар, осының бәрін біз айтып жатырмыз да, бізден нақты информацияны одан да қатты білгіміз келсе, әрине төменде байланыс номері тұр. 77-886 көзім көрмейді. 77-886-63. Астына номер тұр. Астына номер тұр, енді шатасып жатырмыз. Вот осы номерге хабарласып, нағыз керек мағлұматтарды алсақ болады. Өткізіп алмаймыз, бұл уақытша болып жатқан осындай тіркелуге байланысты ұбт-ның нағыз ұбт-ға өте аз уақытқа қалғанына байланысты осындай жеңілдіктер жүруде. Енді барлық жақсы деген ойдамын сіздерде. Бұл нұсқа талдауды көріп отқан адам, яғни курсы жоқ болса, бізге шақырамыз, бізге зәру деп ойлаймын. Кеттік. Ендеше жалғастырайық нұсқа талдауымызды. Келесі сұрағымыз, бізде электросыйымдылық беріпті, электростатика бөліміне келдік. Электростатика бөлімінен бір сұрақ келіпті. Электросыйымдылығы 20 микрофарад конденсатор астарларының арасында потенциалдар айырымы 50 вольт болу үшін оған берілетін заряд дейді. Бізде оқушылар мынандай бір қателіктер болуы мүмкін. Потенциалдар айырымы деп біз фиді жазып қоймыз мүмкін. Қазір потенциалдар айырымы деген бізде неге тең дедік? Потенциалдар айырымы бізде кернеуге тең деп айттық. Жалпы потенциалдар айырымы, яғни потенциалдардың өзгерісі, ұмытпаймыз, фи1 және фи2-ның азайтындысы бізде кернеуге тең болады екен. Кернеу деп айламыз осыны, потенциалдар айырымын, ол бізде 50 вольтқа тең болады екен. Және сыйымдылық берілген 20 микрофарад. Енді бізге табу керек оған берілетін зарядты. Зарядымыз нешеге тең? Енді сыйымдылықтың формуласын еске түсіреміз. Ол заряд бөлінген кернеу. Демек, бізге осы зарядты табу үшін не істейміз? Мына кернеуді сыйымдылықтың қасына жібереді екенбіз. Заряд тең, S көбейтілген U тең болады бізде 2 көбейтілген 50. Бір милликулон шығады екен зарядымыз. Микрокулон. Милли шықты. Милли шықты. Дұрыс, милликулон шығады. Бізде С варианты дұрыс болады екен. Электростатика бөлімінен плюс 1 балымыз бар деп есептей берейік. Гүлназ апайын жазуы әдемі екен, менікіне қарағанда. Гүлназ апай жазсын бәрі депші. Енді бізде жаңа формат осындай, біз Гүлназ апай екеуміз бірге жасағымыз келді, чтобы бізде көрейік деді, не болар екен. Гүлназ апайдың оқушылары да бар, менің де оқушыларым бар, тамашалайтын. Жақсы бір коллаб болды деп ойлаймын. Осы коллаб арқылы менің оқушыларым Альнұр апайды таныса, Альнұр апайдың оқушылары мені таныса, бірге жұмыс жасасақ дұрыс болатын еді. Бөлек эфирден мүмкін танымай, көрмей кету мүмкінді, бұл менің апайым емес деген сияқты. Бірақ біз ілім-қаз, физика үшін бірге жұмыс істеп жатырмыз. Әрине бәріміз бір жоғары балл үшін істейміз ғой, жұмыс жасаймыз ғой. Сіздерді бәріміздің мақсатымыз бір да, енді менің оқушым емес деп сіздерге де ответіңізді алмай қоймаймын ғой. Сол үшін де бәріміз бір физика оқып жатырмыз, соны ұмытпайық, Енді келесі сұрақ не дейді? Суретте индукциясы 4 миллитесла магнит өрісінде орналасқан, кедергісі 10 ом өткізгіш. Ішкі кедергісі өте аз, яғни өте аз деген сұрақ сөз болса, мынандай өте аз деген. Болды, оны ішкі кедергісі жоқ деп қарастырсақ болады. Кернеу берілген, тоқ көзіне қосылған осындай кернеуге 5 вольттық өткізгіштің А, Б бөлігіндегі магнит өрісі тарапынан әсер ететін күшті тап дейді, және оның бағытын тап дейді. Енді күштің бағыты, магнит өрісі қандай сөздер? Яғни бізде бірінші АБ бөлігін қарайық. АБ бөлігі тік бөлік, и біздің магнит индукция векторының несі берілген? Бағыты берілген. Енді қазір қараңыздар, мен
біз бір-бірімізге қарамай отырып, мынау менің оң қолым, сіздер үшін сол қол, иә? Мынау менің сол қолым, сіздер үшін оң қол. Осыны ұмытпаймыз, кішкене бұл жағынан қиыншылық бар, бірақ ничего. Ең бастысы мынау менің сол қолым, сіздерде де сол қол. Бәріміз сол қолымызды шығарамыз, яғни, иә? Сол қолымызды шығарамыз да не істейміз? АБ бөлігіне бара жатқан индукция векторын не істейміз? Күтіп аламыз сол қолмен. Индукция векторы если келе жатса, былай келе жатыр ғой ол, индукция векторы. Б. Келе жатса, алақанмен күтіп аласың. Былай кіргізесің алақанның ішіне ше. Ол келе жатыр, күтіп алды оны. И не дейді? Біздің тоғымыз қалай жүреді? Соны білуіміз керек. Тоқ плюстан минусқа қарай жүреді. Ол всегда солай ғой. Мына плюстан шығады да былай жүреді. Ой, бұл. Аны бетейік. Міне бетейік. Яғни адам бұға қарай жүріп жатыр, иә, тоқ. Енді тоқ күшінің яғни бағыты жоғары қарай кетіп жатыр ғой. Біз оны былай күтіп алып жатыр, иә, бұны. Магнит индукция векторын. Енді біздің күшіміз қайда? Біздің күшіміз қайда? Магнит индукция векторына әсер ететін күшіміз қайда тұр? Қара, менің күшім қайда тұр? Міне. Күшім маған қарап тұр. Яғни күш бізге қарай деген сөз. Күштің бағыты бізге қарай деген сөз, иә? Сол қолда магнит индукция векторы, мысалы, бағыты мына жаққа қарай кетіп жатса, оны мына жақтан күтіп аласың. Қай жақта тұр бағыты, соны алақанмен күтіп аласың ғой, всегда. Алақанмен күтіп аласың. Тоқ күші қайда кетіп бара жатыр? Жоғары көтересің. Сонда біздің күшіміз әсер ететін ампер күші ма, Лоренц күші ма, скорее қозғалып барса, Лоренц күші шығар. Солай бізге қарап тұр ғой. Сонда бізге қарай деген өзі бірақ жауап ешеші. Мыналар бізден ары, тік жоғары, тік төмен емес. Бізге қарай деген бірақ. Мыналарды сызып тастаймыз, бізге керек емес. Сонда сіздер есептеме ережені білу арқылы, сонда сіздер вариантты уже тауып тұрсыздар. Давайте бірақ күшті табайық. Күшті білгеніміз дұрыс, өйткені бізде әртүрлі сұрақ қалуы мүмкін ғой енді күшті. Бізде не дейді? Мұндағы күш ампер күші. Не үшін? Өйткені формула Биллмен шығады. Билл деген білесіздер, иә? Билл синус альфа. Мұнда бірақта бізде 90 градус болғаннан кейін синус альфамыз максимальный мәнінде 1-ге тең болып кетеді. Білесіздер ғой, ампер білсін деп мен сіздерге үйретіп едім ғой, ілім-қазының оқушылары. Ал если что білмесеңіздер, осылай үйренсеңіздер болады. Енді ары қарай бізде тоқ күшін тауып алуға болады. Өйткені кедергі берілген 10 ом. 10 ом кедергі берілген. И кернеу берілген 5 вольт. Енді осынан тоқ күшін табайық. U-ды арға бөлеміз. Енді 5-ті 10-ға бөлсең 0,5 ампер болады ғой. Ары қарай ампер күшін табуға уже біздің 4 миллитесла дейді. 4 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Көбейтеміз I 0,5 и L. Қараңыздар, бізде АБ бөлігі деп тұр. АБ бөлігінің ұзындығы қандай? Бұл ұзындық қой. 5 см, я? 5 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. Бұл АБ бөлігі. Оқушылар, BC бөлігі болса ұзындығы 10 см болады. Көрдік қой? Яғни разница осыда. Кеттік. АБ бөлігі бойынша табайық ары қарай. 4-ті 0,5-ге көбейтсек бізде 2 шығады. 2-ні 5-ге көбейтсек 10 болады. 10-ның минус 5 дәрежесі немесе 10 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесіндегі ньютон болады. Немесе 0,1 милли ньютон болады екен. Яғни минус 3 дәрежесі. Көп жауапты болса, значит, осылай таңдай аламыз. Бұлай да келуі мүмкін, осылай да немесе милли ньютон болып келуі мүмкін. Көрдік қой? Көп жауапты да осыған өте мұқият назар аударады екенбіз. Келесі бізде жинағыш линзаның графигі берілген екен, иә? Суретте дененің жинағыш линза көмегімен алынған кескіні бейнеленген. Әр тор 1 сантиметрге тең деп аламыз. Линзаның сызықтық ұлғаю дейді. Сызықтық ұлғаюын білесіздер, иә? Сіздерде Г әріпімен белгіленетін, яғни нақты формуласы бар бізде болып табылады. Бізде дене берілген, дене H биіктікте тұр екен, қараймыз. Дене H биіктікте тұр. Ол бізде клеткаларын санасақ 1, 2, 3 клеткадан тұр екен. H биіктігіміз 3 клеткада тұр екен. 3 деп аламыз, яғни әр тор 1 сантиметрге тең деп алып жатыр қой. Енді қараймыз, ол денеміз бізде кескіні қайда шықты? Денеміз линзадан өтті, кескіні аударылған болып шықты. Аударылған, және қараймыз биіктікке, мына биіктікке. Бұл жерде үлкен ашымыз
5 тор көзден тұрады екен. Яғни 5 деп аламыз. Енді сызықтық ұлғаю осындай г тәрізді әріпте белгіленеді. Бізде формуламыз қандай? Яғни алған кескініміздің дененің биіктігіне бөлген кезде сызықтық ұлғаюымыз шығады екен. Ендеше есептейміз. Сызықтық ұлғаю тең болады 5 бөлінген 3. 5-ті 3-ке бөлетін болсақ 1,67 шығады екен. Сонда бізде қай жауапқа сәйкес келеді? С вариантына сәйкес келеді. Бізде жинағыш линзаның сызықтық ұлғаюы 1,67-ге тең болады екен. Бізде лайфхак дейін бе, алымын үлкен деп аламыз, бөлімін кішкентай. Солай ала береміз, үлкен ашты кіші ашқа бөлеміз. Тіпті сіздерге кескіннің өзінде үлкен аш және кішкентай аш деп беріп белгілеп қойыпты. Сондықтан сіздерге кәдімгідей ақпаратты жинап беріп тұр. Сіздер тек қана формуланы қолдана алсаңыздар болғаны. Қараңыздар, бізде жинағыш линза қандай кескін беруші? Оны қандай адамдар тағады? Көзінде ақауы бар. Яғни аккомодация бар адамдар. Ақау деген аккомодация. Енді менің көзім мысалы минус, көбімізде минус қой енді, жастардың көбімізде минус. Минус болса ол шашыратқыш линза тағады, иә? Ал плюс болса не істейді? Жинағыш линза тағады. Плюс деген көбінесе егде жастағы мама папамыздан байқайтын жүрміз енді. Плюс болатын. Енді мына жинағыш линза, яғни F-тан жоғары тұрса, жалған емес, шын кескін беріп тұр. Шын кескін төңкерілген шығып тұр, бізде үлкен болады, иә? Жалған кескін когда шығады? Егер F-тан кішкентай болса, дененің несі? Мысалы, мында бізде денеміз мында тұрса біздің кескініміз мына арттан шығады, үй еще үлкен болып шығады. Ол бізде жалған кескін болып табылады екен. Келесі бізде Гүлназ апай. Бізде беріліпті ұшының ауданы 0,4 мм квадрат шегені балғамен ұрған кезде оған 2 кН күш түседі екен. Шеге ұшының ағашқа түсіретін қысымы. Бізде қысымды табуды беріпті. Қысымды еске түсірсек, қысым қай кезде орын алады? Сіз белгілі бір денеге қандайда бір күшпен әсер еткен кезде ол орнын ауыстырса, демек бізде ол жерде қысым орын алады. Яғни сіз балға арқылы шегеге 2 кН күш түсіресіз де, шегені қағасыз, тақтайға болсын бір жерге, яғни ағашқа қағып жатырмыз. Яғни сол шегенің балғаны ұру арқылы түсірген қысымын табуымыз керек. Қысымның формуласы естеріңізде болса, күшті ауданға бөлеміз. Қараймыз, бізде күшіміз берілген 2 кН 2000 ньютонға тең болады. Ашып аламыз. S-іміз 0,4 мм квадрат. Оны біз метрға айналдырып алатын болсақ, 0,4 оның минус 6 дәрежесіндегі метр квадратқа тең болады екен. Енді мына формулаға саламыз. Үстідегі 2000 бөлінген 0,4 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі. 10-ның минус 6 дәрежесі жоғарыға қалай барады? 10-ның плюс 6 дәрежесі болады. Барлығымыз білеміз. 2000-ды 0,4-ке бөлетін болсақ, 5000 болады. 5000 10-ның 6 дәрежесі болатын болса, бізде сонда 5 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі шықты. Паскаль деп аламыз, немесе біз қалай аламыз? 5 гигапаскаль деп аламыз. Яғни гиго дегеніміз 10-ның 9 дәрежесі екен, сонда бізде 5 гигапаскаль шығады. Ол бізде қай вариантта тұр? Д вариантында тұр. Д варианты дұрыс болады екен. Дұрыс айтасыз, Гүлназ апай. Келесі есебіміз бізде қарайтын. Келесі бізде ядро физикасы, атом ядро физикасы бізде не берілген? Полоний берілген ядросының құрамы. Өте оңай. Түрі біртүрлі болып. Мүмкін бұл тақырыпқа жетпесеңіздер, бұл өте оңай. Сразу айтайыншы, сұрау өте оңай. Полоний. Любой бізде Менделеев кестесінен бір нені бере салады затты. И оның жоғары жағында ол атомдық массасы А болады. Төмен жағында Z протон немесе N протон болады. Яғни протон саны. Z протон деп аталады, әртүрлі енді. Сонда біздің А неге тең? Полонийдің атомдық массасы саны 210-ға тең, Z протон саны бізде 84-ке тең. Енді сондай жауапты қарайық.
Z протон 84-ке тең емес жауапты сызып болады. Мына А мен Д-ны сызып тастаймыз. Енді бізде енді N протон дейді. N деген нейтрондар саны. Нейтрондар саны менен протондар саны тең бе деген сұрақ келеді. Жоқ, тең емес. Тең емес. Яғни ол неге тең? Негізі вообще А дегеніміз ол Z протон менен N нейтронның қосындысына тең. Яғни санына. Нейтрон мен протонның қосындысына тең. Ол екеуінің қосындысы бізде 210-ды беріп тұр, я. Енді осы жақтан N нейтронды тауып алатын болсақ, 210-нан азайтамыз 84-ті, сонда 126 болады. N нейтрон 126-ға тең екен. Яғни С жауабы болмайды, бізде В жауабы болады екен. Көрдік қой? Вот өте оңай, просто мынаны білсеңіздер, мынаны білсеңіздер, и все. Мына ядролық физикасындағы бастапқы кезеңдерінің бірі болып табылады екен. Келесі бізде кедергі жайлы, яғни электрлік кедергі жайлы бізге бір теориялық сұрақ келіпті. Осыны қарастырайық. Металды қыздырғанда дейді. Металды қыздырғанда дегеніміз оның температурасы артып жатыр деген сөз. Міне осыған мән береміз. Біздегі нақты қарастыратын нәрсеміз температураға байланысты екен. Металды қыздырғанда оның электрлік кедергі. Жалпы кедергі дегеніміз өткізгіштің ұзындығына, көлеміне, ауданына қарайтын шама болып табылады ғой. Яғни өткізгіш дегеніміз не? Айта кетейік, өткізгіш дегеніміз өзінен зарядты өткізе алатын дене болып табылады, яғни диэлектрлік емес, өткізгіш. Екеуі екі түрлі мағына. Диэлектрлік керісінше өткізбейтін болса, бізде өткізгішті сұрап тұр. Атайтты ғой өткізгішті. Өткізгіш болып тұр. Енді қараймыз, кедергінің температура бар формуласын жазып алсақ, R тең, R нолевой, жақша ішінде бізде бір қосылған альфа, дельта, Т болады. Қарасақ, формулаға қараймыз. Формулаға қарасақ, бізде температура мен кедергі қандай? Температурамыз бен кедергіміз тура пропорционал болып табылады екен. Мен үнемі айтам, мен оқушыларын білу керек. Мен әр сабақта осы кері пропорционал, тура пропорционалға көбінен ұзағынан тоқталам және есептерде осы нәрсені көбірек талдауға тұрсам, өйткені бізде теориялық сұрақтарда осы формула арқылы келеді. Яғни қарасақ, екеуі бір-біріне тура пропорционал, ол дегеніміз, егер температура артатын болса, демек кедергі де артады деген сөз. Температурамыз кемісе кедергі кемейді, кедергіміз артса температурамыз артады, кедергіміз кемісе температура кеміп жатыр деген сөз. Демек, екеуі артса екеуі де артады, кемісе екеуі де кемейді. Бір-біріне тура пропорционал болады екен. Яғни бізде температура артты, демек кедергіміз де артады. Сонда бізде Д варианты дұрыс болады екен. Кеттік онда келесі сұрақ. Не дейді? Алғашқы түстердің қосындысы пайда болатын түс, бұл бізде қандай оптика? Бізде бұл толқындық оптика. Түстер, бұл түс деген қандай? Бізде түс бөлінеді өзі. Алғашқы түстер дегеніміз негізі өзі қызыл, жасыл, көк. Осы үшеуі бізде алғашқы түстер, яғни қызыл, жасыл, көк. Мен жазуым білмеймін. Қандай отыр? Түсініп аласыздар? Айтқанмен жазуым бір-біріне содан түсініп аласыз. Бұл бізде алғашқы түстер. Яғни қалған түстердің барлығы осыдан шыққан. Яғни қалған түстерді біз қалай атаймыз? Қосымша түстер деп атаймыз. Ал мынаны алғашқы немесе негізгі түстер деп аталады екен. Қараңыздар, біз қандай түс? Бұл толқындық оптика деп ата айтып тұр ғой. Яғни толқындық оптика деп ата айтып тұрса, бұл бізде жарық. Ана акварельмен бояйтын бояу түстер емес. Шатастырмаймын, физикада оның қатысы жоқ. Бұл жарықты айтқысы келіп тұр. Толқындық оптикаға байланысы бар. Яғни толқындық оптикада осы үшеуінің қосындысы жасыл, көк қосындысы береді екен. Қандай түсті? Ақ түсті береді екен. Ақ түсті береді екен. Жауап ақ болады. Ал бізде егерде біз бояп бір нәрсе істеп отырсақ, мына акварельдегі қызыл, жасыл, көк, ол бояйтын болса қара болады. Соны шатастырып алмаймыз. Көрдіңіздер, көбіміз қара белгілеп кетеміз мұнда. Негізгі түстерді білсек. Білсек, ары қарай білмесе егер. Мынау бізде жарық. Жарық деген кәдімгі түсетін жарық қой көзге. А мынау бояу. Окей? Шатастырмаймыз. Физикада бояуды қарастырмаймыз. Оқушылар осыны ұмытпаймыз. Тек жарықты қарастырамыз.
Келесі сұрағымыз бізде гармоникалық тербелістің теңдеуі беріпті. Қандай теңдеу берілген? Жылдамдықтың теңдеуі берілген. Бізге жылдамдықтың теңдеуі осы заң бойынша өзгеретін болса дейді, оның тербеліс кезіндегі үдеуінің амплитудасын тап деп беріпті. Қараймыз. Бізде математикалық түрде алатын болсақ, басында айтып кеттік қой, жылдамдықты туындасақ, бізде үдеу шығады. Солайша біз үдеуімізді тауып, үдеуінің амплитудасын тауып алады екенбіз. Жылдамдықтың берілгенін жазып алайық. Осылай формула берілген. Негізінен бізде қандай болатын еді? В тең макс көбейтілген синус омега т. Енді жылдамдықтан туындалатын болсақ, ол бізде үдеуге тең, яғни в-ға көбейтіледі, алдыға омега шығады. Синусымыз неге айналады? Косинусқа айналады. Косинус омега т-ға тең болады екен. Бізде қазір амплитудамыз мынаған тең болады, яғни жылдамдықтың омегаға көбейтіндісі, ол бізде жылдамдықтың ішінен қарайтын болсақ, осыған сәйкес келетін қайсысы? Мына сәйкестендіріп алайық. Жылдамдық мен жылдамдықты, омега мен омеганы. Енді төбеге қараймыз. Төбедегі теңдеуге бұл жерде жылдамдығымыз қандай? 0,5-ке тең, омегамыз 2-ге тең екен. Демек, сонда 2-ге 0,5-ті көбейтетін болсақ, осы жердегі амплитудан тауып алу үшін, ол бізде сонда 1-ге тең болады екен. Тең 1. Тіпті, яғни осындай формулалар шатастырмаймыз, яғни жылдамдықтан туындалатын болсақ, ол бізде үдеуді береді екен. Осы арқылы біз тауып алдық. Бәріміз математикадан білеміз бұны. Кәдімгі нені туындыны өткен кезден, иә? Келесі не дейді енді? Келесі есептер. Релятивстік, яғни релятивстік дегеніміз не бұл? Бұл бізде салыстырмалы теория элементтері. Салыстырмалы теория элементтері болса, бәріміз білуіміз керек. То, что ол Эйнштейнді еске алу керек. Бұның не үшін шыққан екені, бұл қалыпты жағдайға сәйкес келмейді. Жылдамдық, егерде жарық жылдамдығына дейін тең немесе өте жақын жылдамдықпен қозғалса, бізде осы релятивстік нені қолданамыз, формулаларын қолданады екенбіз. Окей? Қараңыздар, бізде дененің релятивстік массасы дейді. Мына ручка маған жақпай жатыр, Гүлназ апайларыңа жағып отыр ау. Массасы тыныштық массасын 3 есе артық. Яғни бізде негізгі масса деп тұр ғой өзі. Массаның формуласы қандай? Релятивстік масса. Формуласы М тең М0 бөлінген 1 минус В квадрат бөлінген С квадрат. Ой. Формуланы, я? Түбірасында. Енді қараңыздар, мынау М0 деген тыныштық массасы, яғни қозғалысқа түспей тұрып, мынау М дегеніміз денеміз когда жарық жылдамдығына жақын қозғалыспен қозғалған кездегі масса. Бұл өз айтып тұр. Релятивстік масса тыныштық массасынан 3 есе артық, яғни 3 М0-ға тең. Енді 3 М0-ді апарып қоямыз формаға. М0-ға тең бөлеміз 1 минус В квадрат бөлінген С квадрат, түбірасына саламыз. Енді М0 мен М0 қысқарады, енді математикпіз ғой, бәріміз білеміз. Енді түбірасынан шығарып алсақ 9 болады, тең 1 минус В квадрат бөлінген С квадрат болады. Ары қарай апаратын болсақ 1 минус В квадрат бөлінген С квадрат тең болады 1 бөлінген 9-ға. Мына екеуін бір-бірін орнына ауыстырып жедік. Енді мұнан В квадрат В-ді жылдамдық табу керек қой бізге. Ары қарай мұнда апаратын болсақ не дейді? В квадрат тең болады екен 8 бөлінген 9-дың С квадратына. Я? 1 минус азайтпадым ғой. Осын В тең болады түбірасты 8 бөлінген түбірасты 9-дан 3 шығады. Түбірасты С квадраттан С. Түбірасты 8 енді мұнда түбірасты 8 деген бар ма? Түбірасты 8 минус шығады ғой. Как максимум оны қысу керек. Сөзі қысқан кезде 2 түбірасты 2 болады. Мұны бөлінген 3 С болады екен. Жылдамдық осыған тең. Оған байланысты бар ма? Мынау бола ма? Болмайды, конечно. Мынау болады жауабы. С болады жауабы. Мыналар болмайды. Көрдіңіздер ғой. Релятивстік массаның формуласын білуіміз қажет, және релятивстік масса мына жақта М0 ма, М ба соны білуіміз керек. Ол бізде М. М0 деген тыныштық массасы екен. Окей? Келесі бізде абсолют ылғалдылық туралы. Абсолют ылғалдылық беріліпті.
ылғалдылық тақырыбына келетін болсақ, абсолют ылғалдылық дегеніміз жай ғана m бөлінген v деген формуламен табыла салатын еді. Яғни бұл бізде салыстырмалы ылғалдылық емес, андай қаныққан буға бөліп оны 100%-ке көбейтіп отырмайсыздар. Яғни ешқандай да фемен берілмеген, бізге жай ғана абсолютті ылғалдылықты тап деген. Ол бізде тең болады жалпы m бөлінген v болатын еді. Абсолют ылғалдылықтың формуласы осы бізде. Жай ғана m бөлінген v болады. Бізде жауапқа қарайтын болсақ, бәрі граммен беріліп те, сондықтан граммды килограммға ауыстырып алудың бізге қажеті жоқ. 1200 бөлінген 60 метр куб дейді көлем. Көлемді де дәл сол қалпында жазып аламыз. Оны айналдырудың қажеті жоқ, яғни метр кубпен берілген. 1260-ға бөлсек неше шығады? 20 шығады. 20 грамм метр куб болады екен. Жауабы бізде осы. Так, ылғалдылыққа байланысты, егер де сіздерге салыстырмалы ылғалдылық тап десе не істедік? Осы абсолюттік ылғалдылықты бөлетін едік қаныққан су буының ылғалдығына, және оны 100%-ке көбейткенде бізде осы фи салыстырмалы ылғалдығымыз шығатын еді. Бізде қазір оны сұрап тұрған жоқ. Сол үшін бізде тек абсолют ылғалдылық тап деген абсолют ылғалдылықтың формуласы m бөлінген v болады. Оның ешқандай да формуласының қиындығы жоқ. Бәріміз білетіндей массаны көлемге бөле салады екенбіз. Сонда бізде 20 грамм метр куб шыға келеді. Ендігі кезде сіздерде қаныққан будың несін салыстырмалы ылғалдылық тап деп тұрсашы, ол кезде қаныққан будың несі беріледі? Тығыздығының өлшемі беріліп тұрады. Оны специальный кестеден алып береді. Сол үшін оны қайдан табамын деп уайымдамаңыздар, ол беріліп тұрады. Келесі сұрақта не дейді? Суретте атомның энергетикалық деңгейлері көрсетілген. Толқын ұзындығы максимал фотон жұтумен жүретін ауысу. Қараңыздар, сіздерге бір нәрсе айтайын. Мына үстіге кетіп бара жатқан стрелкалар не? Төменге кетіп бара жатқан стрелкалар не? Мына бәрі энергия ғой. Энергия жұтылады немесе шығарылады. Вот егер стрелка былай тұрса, ол жұтылады, окей? Жұтылады энергия. Міне. Ал стрелка төменге қарап тұрса, энергия шығарылады. Вот сіздерге білетін нәрсе энергетикалық деңгей. Міне осы тақырыпқа байланысты жұтылады, шығарылады. Енді қараңыздар. Енді осынан максимальный жұтылу тап дейді да. Максимальный жұтылу қайда болады? Егер максимальный арағаштық жүріп тұрса, қараңыздар, максимальный энергия алса. Максимальный энергия өзі Е1 менен Е4-тің арасында ғана бар. Е3 пен Е4-тің арасындағы максимальный жұтылу емес. Мынандай биіктігі жоғары болып тұр да, оны қараңыздар. Энергия өте көп жұтылып жатыр. Значит, бұл максимальный жұтылу Е1-ден Е4-ке дейін болады екен. Окей? Вот, осы жағын егер максимальный шығарылу тап десе, қалай болады жауабы? Мына Е3-тен Е4-ке дейін болады. А Е3-тен Е1-ге дейін болады максимальный жұтылу. Хорошо? Е3-тен Е1-ге дейін жауап міне сыдыр ғой. Егер максимальный шығарылуды сұраса, Е3-тен Е1-ге дейін таңдаймыз. Ал бізде максимальный жұтылуды сұрап тұр, сол үшін Е1-ден Е4-ке дейін ғана таңдайды екенбіз. Келесі бізде тағы бір теориялық сұрақ берілген екен. Оқушылар, үстел үстінде жатқан қорапты оңға қарай тартқан кезде дейді. Оңға қарай тартып жатырмыз қорапты. Яғни қозғалыс қайда қарай? Оңға қарай. Бізге не тап деген? Бізге тап деген үйкеліс күшінің бағытын тап депті. Сіздерге үнемі айтамын, үйкеліс күші қозғалысқа қарама қарсы болады. Демек, бұдан шығатын түсінігіміз, яғни қозғалысы оңға қарай бара жатқан болса, үйкелісіміз кері солға қарай әсер етеді екен. Өйткені үйкеліс күші бізге не істейді? Қозғалысқа кедергі келтіреді, дұрыс па? Мысалға, кез келген қозғалысқа қай жаққа босын бармасаңыз, яғни үйкеліс кері әсер етеді екен. Көлбеу жазықтықтан түсіңіз, көлбеу жазыққа көтеріліңіз, көлбеу жазыққа көтеріліп барсаңыз, артқа қарай көлбеуден түсіп барсаңыз, тоже артқа қарай тартады. Яғни жазықтықтың бойында болса да, үйкеліс күші қозғалысқа үнемі қарама қарсы болады екен. Яғни оңға қарай қозғалыс жасап жатса, үйкеліс күшінің бағыты солға қарай болады. Керісінше деп аламыз. Бұл варианты дұрыс болады екен. Дұрыс айтады. Үйкеліс күші аты айтып тұрғанда. Қазақтар шіркін өзі айтып қойған ғой, үйкеліс деп тұр ғой. Үйкеліс дегеніміз не? Аты айтып тұрғанда үйкеу, яғни қарама-қарсы бағытқа әсер ету деген мағынаны білдіреді екен. Окей? Кеттік онда арғай келесі деп шығарайық.
Бізде не дейді? 17 сеткеге қаппыз ғой біз. Көлемі 546 литр газдың 300 кельвин температурадағы қысымы берілген. Енді температураны өзгертеді минус 23 градусқа дейінші. Сосын не дейді? Қысымы 453 килопаскальға тең болғандағы алатын көлемі. Енді бізде не берілген? Берілген көлем, берілген температура, енді бұлар V1, T1, қысым берілген P1, потом температура өзгертеді T2, потом P2-ге өзгертті. Енді осы кездегі көлем дейді, V2-ні тап дейді. Біз бәріміз білеміз Менделеев-Клапейрон теңдеуінен де то, что мұнда енді изопроцесс бар ма? Изопроцесс дегеніміз не еді? Ол осы үш шаманың біреуі тұрақты болған кездегі процесс, я? Немесе температура, немесе қысым, немесе көлем. Бірақ үшеуі де тұрақты емес. Яғни үшеуі де тұрақты емес болса, изопроцесс емес. Бұл P1, V1 бөлінген T1 болады. Ол неге тең? P2 көбейтілген V2 бөлінген T2-ге тең. Вот осы форма жаттап алыңыздар. Егер де бізде көлем тұрақты болса, мына көлемдер қысқарып кетеді. Температура тұрақты болса, температуралар қысқарып кетеді да? Негізі изотерманың маңызы осы тұрақтылығына байланысты формасы осы. Ары қарай біреу тұрақты болса қысқарып кете береді, болды. Окей? Кеттік, онда осынан V2-ні табайық. V2-ні сұрап тұр ғой бізге. V2 неге тең? Ол P1, V1 көбейтілген T2 бөлінген T1 көбейтілген P2-ге тең екен. Формула қойып, мәннің бәрін P1-ді көбейтеміз. Яғни P1-іміз 610 көбейтілген оның 3 дәрежесі өйткені килопаскаль. Окей? Потом V1-іміз неге тең? 546 литр. Оны метр кубқа айналдыруымыз керек. ХБЖ-ға оның минус 3 дәрежесіндегі метр куб болады. Потом T2. T2-іміз 23 градус. Минус 23 градус қой еще. Бұны кельвинге айналдыруымыз керек. Я? Бұл қазір T2 осылай берілген. Градуспен кельвинге айналдыру үшін не істейміз? 273-ке қосамыз, бірақ қосқан кезінде азайту болып кетеді. 23. Сонда 250 кельвин болады, я? Вот 250. Не істейміз? 250-ге көбейтеміз. Бөлеміз. T1-іміз неге тең? 300 кельвин. P2-іміз 453 килопаскаль. Көбейтілген оның 3 дәрежесі. Оның 3 пен минус 3 дәрежесі қысқарады. Сол кезде мына есептесе 612 бүтін бір нәрсе болады. 10-нан 9 ба, сондай 10-нан 8-ге жақын. Сол кезде жоқтап алғанда 613 литр болады екен. Окей? 613 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі болады. Оны былай көп жауаптыда 613 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі метр куб деп келуі мүмкін. Вот осылай келуі мүмкін, окей? Сонда бізде бір жауапты литрмен берілген, осыны таңдап кете салады екенбіз. Келесі, не дейді? Бір текті магнит өрісінде шеңбер бойымен қозғалған электронның периоды берілген, өрістің индукциясын тап дейді. Енді қараңыздар, өзі бір текті магнит өрісінде қозғалып жүреді шеңбер бойымен электрон. Шеңберім осындай. Мынау электрон минус зарядта қозғалып жүреді бір текті магнит өрісінде. Мынада өріс болып жатыр. Қозғалып жүреді, и оның периоды 6 наносекунд, яғни 6 көбейтілген оның минус 9 дәрежесі секунд. Нано деген минус 9, окей? Енді өрістің индукциясын тап дейді. Бізде радиустың формуласы бар, өткен нұсқаталуда айтылған болатын. Ол mv бөлінген bq. Бұл Лоренц күшінен шыққан. Хорошо? Қозғалған заряд деген, негізі қозғалған зарядқа Лоренц күші әсер етеді, ал қозғалмай тұрған зарядқа ампер күші зарядқа мүлде әсер етпейді, ол уже сол поляға, яғни өріске әсер етеді. Енді мұндағы радиус бар, бізде жылдамдықтың формуласы қандай еді? Жылдамдық 2πr бөлінген т, шеңбер бойымен қозғалса денеге. Енді осыны радиусты апарып қойып т-ны тауып алсақ болады екен. Т тең болады 2 көбейтілген mv бөлінген bq, mv бөлінген bq көбейтілген v болады екен, я? Осылай ғой дұрыс. V мен v қысқарып кетеді, сонда біздің периодымыз 2πm бөлінген bq болады. Мына формула. Мына бізде радиустың формуласын білсек болды. Бұл бізде Лоренц күшінен шыққан. Енді осынан период тауып алайық. Периодымыз 6,28 десем түсінікті ғой. 2-ні 3,14-ге көбейтіп жердің бірден.
көбейтеміз, масса бізде электрон массасы 9,1 көбейтілген 10-ның минус 31. Бұл тұрақты константа. Бұл берілмей қалса да білуіміз керек. Түсінікті ғой. Бізге период берілген, бізге нені табу керек? Магнит индукция векторын табу керек қой. Мынандай бет жазсайын, жай тұра берсін, оны түсінеміз ғой бәріміз. Бұны тауып алатын болсақ, 6 көбейт... Жақсы. Енді 6 көбейтілген 10-ның минус 9 дәрежесін көбейтеміз. Заряд 1,6 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесіне. Енді осыдан есептеп шығатын болсақ, бізде 6 миллитесла болады, да, вроде бы? 6 миллитесла болады. Апайларыңыздың басында калькулятор бар екен, тез есептейді екен, Әлнұр апайларымыз. Сондай бар енді. Бұны уақытты алмас үшін тез есептейтін сондай қасиетімді қосамын деп ше. Кеттік онда келесі есепке. Гүлназ апай. Бізге беріліпті тербелмелі контур өзара тізбектей жалғанған екі бірдей конденсатордан тұрады екен. Конденсаторда қалай болатын еді? Бізде тізбектей жалғанса тізбектей қосылады, айтып өттім, бір бөлінген S қосылған, бір бөлінген S деген сияқты. Ал одан кейін оларды параллель жалғаған кезде контур шығатын толқын ұзындығы дейді. Яғни жалпы негізі тізбектей жалғанған екенде басында тізбектей жалғанса қалай болады? Бізде толқын ұзындығы жайлы сұраған. Толқын ұзындығы дегеніміз, мысалға, осындай толқын берілсе, осы екі толқындардың арасындағы ұзындығы болып табылмай ма, дұрыс па? Яғни толқын ұзындығы тең болады V-T. Осы жердегі біздің периодымыздың формуласы қалай болады? Яғни бұл жерде қозғалмалы деп айтылып тұр ғой, яғни тербеліп тұр екен, тербелмелі контур деп айтылған. Ол кезде біздің периодымыз 2π түбір астында L көбейтілген с-ға тең болады екен. С дегеніміз бұл біздің сыйымдылығымыз, яғни сыйымдылық қалай болады? Басында тізбектей жалғанған болса, 1 бөлінген S, 1 бөлінген S1, 2 конденсаторымыз S бөлінген 2-ге тең болады екен біздің. Яғни мынаны S-іміз 2 есе кемсе, периодымыз да 2 есе кемейтін еді. Алайда бізде не істеген? Параллель жалғапты. Параллель жалғаған кезде S1 қосылған S2 болушы еді, 2 S-ға тең болады. Демек, S-іміз 2 есе артып жатыр, сонда біздің периодымыз да 2 есе артады екен. Көрдік бе, формула арқылы олардың біз тура және кері пропорционалы арқылы білу арқылы біз олардың не артып, не кемейтінін біле аламыз. Демек, сыйымдылық 2 есе артатын болса, периодымыз да 2 есе, яғни толқын ұзындығымыз, периодымыз 2 есе артып тұр ғой. Периодымыз толқын ұзындығымен қандай? Тура пропорционал. Демек, периодымыз 2 есе артса, толқын ұзындығымыз да 2 есе артады екен. Сонда біздегі жауап толқын ұзындығы 2 есе артады. Дұрыс айтады, Гүлназ апай. Бізде осы дұрыс болады екен. Келесі есебімізде осындай жалпы кедергіге байланысты екен. Керісінше бізде қалай болатын еді? Бізде кедергіде параллель жалғайтын болса, R тең, екі ғана кедергі болатын болса, R1 көбейтілген R2 бөлінген R1 қосылған R деп аламыз, кедергілерді осылайша аласыламыз, бұл параллель жалғаған кезде. Екі кедергі бөлсе? Қараңыздар, енді ситуацияға қарайықшы. Бірінші олар параллель жалғаныпты. Одан кейін барып осылай тізбектей жалғанған. Енді біз не істейміз? Бірінші параллель жалғау арқылы тауып аламыз, одан кейін тізбектей қыламыз. Яғни R1 қосылған R2 деп аламыз. Бұл жердегі R1-іміз біздің мынадан шыққан R параллеліміз болады, дұрыс па? Енді R параллель бірінші тауып алайық. R1-іміз бізде 3-ке тең екен, R2-іміз 6-ға тең екен, 3-ке 6-ны көбейтеміз 18, 3-ке 6-ны қосамыз 9, 18 9-ға бөлетін болсақ 2-ке тең екен. Енді ары қарай R толық табу үшін R тізбектей, R параллель 2 қосылған, R2-іміз 4-ке тең, 6 шығады екен. 6-ға тең болады. 6 10-ға тең. Сонда біздің жауабымыз D варианты болады. Қараңыздар, егер екі осындай бізде өткізгіш беріп тұрса, параллель жалған тұрса, ол кезде осы форманы қолдануға болады, Ал егер 2-ден көп берілсе, параллель, мысалы, бұлай, сосын бұлай, үшеу болады, мысалы. Біздің түрімізден межеде тұр деп ойлап тұрмын, дұрыс. Міне, бұлай үшеу берілсін.
иә? Жүргіште тұрсын. Ой. Так, Вот айттым, ручка маған жақпады. мен ручкам Айнұр апайды қабылдай алмай жатыр. Қол үйреніспеген. Үшеуі осылай параллель жалғап тастайық. Осылай параллель жалғап тастасақ, ол кезде уже мына форманы қолданбаймыз. жалпыны табу үшін 1 бөлінген жалпы тең болады 1 бөлінген деп сөйтіп қосып кете береміз, окей? Түсінікті ғой? Мына форманы только екі параллель жалғанған кезде ғана қолданамыз. Хорошо. Бізде осымен 20 есепті толық не істедік? Талдап болдық. Біз бұл 20 есепті ары қарай жалғастыратын боламыз, яғни алғашқы 20 есепті талдадық, қалған 20 есепті алдағы уақытта сіздердің активностарыңызға байланысты, қалай белсенді қарадыңыздар, соған байланысты жалғастырып түсіретін боламыз, окей? Сіздерден тек белсенділік күтеміз. Онда еще контекст бар, осы уақытқа дейін талданбаған жаңа бір контекст бар. Окей, көбісіне келіп жүрген, айтып жүрген, сол контексті талдап түсіретін боламыз. Жақсы, онда осы біздің нұсқа талдаудың соңында айтатынымыз Ілім қазбен әр таңда, ұядан ұлы арманға. Яғни бізбен болыңыздар, біздің вайбта болыңыздар. Сіздерден тек қана жақсы нәтижелер күтеміз, яғни жақсы нәтижелер қалай күтеміз? Сіздердің еңбектеріңізден. Тек қана еңбек етіңіздер, есеп шығарыңыздар көбірек и түсінуге тырысамыз. Жаттап алмаймыз, жаттап кірген білімнің ұзақтығы өте аз. Хорошо? ұбт да өтеді, қаңтар ұбт да өтеді, наурыз ұбт да өтеді, бірақ бастарыңызда қалған білім, алған білімдеріңіз қалады. Ол болашақта да керек болады, яғни нақты сіздер физика таңдап жатсаңыздар, болашақта да керек болады. Сондықтан әр білімді жаттау арқылы емес, түсіну арқылы дұрыс болады қабылдағанымыз. Жақсы, онда екінші бөлім күтіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.